İngiltere'nin Bişkek şehrinde var. İngiltere'ye jet oturat. İngiliz tilinden Koştu. Baygınlarından Respublikalık Olimpiyadaya katışkınға оқуға алды. Мына барып қуандық жеңім аябай менеті күш болды. Даярдап барып республикада Менмин деген мемлекет бойынша Менмин деген республикалық мектептердің арасынан Алай районынан, Тоғылы районынан барып 3-ші орынды алышым біз үшін чоң игілік. Ошо біз мына дастарханда қуандық жеңімнің игілігіменен Адина жеңімнің игілігіменен қуанып дастарханда чоғы бір туғандар балдарымыз жиендарымызменен күйеулеріміздің отырабыз, атабыз баш болып игіліктерін аяқ қуанатабыз. Енді бұл естелік болып тұрған күндер, бұл күндер біздің есімізді көпке шейін сақталады. Әлбетте Адинайдың игілігі бұны мен шектеліп етті ойлаймын. Өйткені мұндан кейін де олап Адинай егерде игіліктерін алды. Адинай 11-ді бүтіп чоң Генералдық университеттерде оқып, Европадан білім алса, анан қалса Америкада оқыса, ошоның игіліктеріне мына Замиш Демиш таласына оқшоп, мына азыр Шәрбакан бір баласы Пномпенде бір чоң университеттің, еларалық университеттің мұғалімі, ректоры. 280 адамды башқарған, башқа мамлекетте. Анан bizde 480 адамды башкарган чоң университеттин, еларалық университеттин ректору болуп иштеп атат. Мына Адина жеңибизде ошондой бир ийгиликтердин өтөсүнө жетет деген ишенимиз зор. Адинайдын ийгилигине дайыма биз кубанып, ошондой бир коштоп тилектешпиз. Ошол бул жерде тилеген максаттарына жетсин. Кубандык жээнибиздин дагы бул жерде ролу чоң, эмгеги чоң, аябай зор. Bir туған мына даярдап отырып, ақыры мына республикалық деңгейге алып шығып, Қырғыз Республикасына бүтеле райондық деңгейде емес, област деңгейде 7 областқа дөң кылып отырат. Бұл біз үшін чоң ийгилик. Мындан да ийгиликтер коштоп жүрсүн. Ушундай ийгиликтерин тең бөлүшүп, ушундай дастарханда сүйүнгөн күндөрүбүз, кубанычка толгон күндөрүбүз көп болсун. Ошону багып чоңойткон апасына, атасына Назарбайга, Чолпонго дагы биз Расылық айтабыз, анткені балаға ата неде күйген ешкім жоқ. Ата асқар тоо дейді, ене деген ұшы бардығын жасаған ене болады екен. Ошаны арқасында күйіп пұшқан ене болады екен. Ошылың дайырдағанда Чолпонға да рахмат. Балам деп күйіп, ошылардың билимине, ошылардың илимине аракет қылып арқасынан чурқап жүретін. Қаншақ чурқап жүріп, мұна жиіліктердің бірінші башатын алып отырады. Мұндан кейін де Чолпон, сілердің үйлеріңерде ошындай ийліктер көп болсын. Ошондай ийгиликтерди, жетишкендерди укканда биз бир туугандарың сүйүнүп, туугандарың мына дастарханда турган күндөр көп болсун. Атама дагы узун өмүр каалайбыз. Мына ушу неберелеринин ийгилигине сүйүнүп отуратын төрдө Балпайгана баш кылып 90дан ашкан 100ге чыкканда ошо Адинай бир чоң окуу жайларды бүтүп, ошондой ийгиликтерине жетишкенде, башкабыздын балдары ушундай ийгиликке жетишкенде, Ырыскелде ошондой ийгиликке жетишкенде, Доспол ошондой ийгиликке жетишкенде, неберелериңиздин ийгиликтерине ушинтип кубанып жүрө бериңиз, батаңызды берип жүрө бериңиз. Рахмат. Жакшылыктарыңыз көп болсун, туугандарыңыз. Жаркын келечек. Кудайым бардык иштерин ырбаж кылсын. Akılına akıl, ezilekine ezilek, tapkışlığına tapkışlık, Kuda ata kılsın. Jönдөмлө. Yemi Adinayga, tuğanlarına, atasına, yenesine çok rahmat. Balanın jaksı dağı, zamanı dağı, enege çıkandığı iken ben turmuşta gördüm. Ene kançalık jaksı olsa, baldar oşunçalık jaksı çoğayat eken. Aman valla. Üyüngörde daima tınçık olsun. Tınçık, ırıskı, ıkbal olsun. Ömrünger uzun kılsın. 90 yüzlü kuda ata kılsın. Allahu Ekber. Münasebetler Kırgız Respublikası'nın Bilim Verim Ministri tarafından жаңы болған министрimiz Қаныбек Қапаш Иманалиев дейді. Ол менен біздің жээнибизге Мамат Қуандық Назарбаевичке ырасылық хат жолдап тұр. Ушул Олимпиадаға Сарымолда кылып атында орто мектебинин англис тил мугалими деп Кубандыкка мына министрдин колунан, жаңы болгон министрдин колунан ырасчылык
Kuvandıq Adinay'ın ağaydı. Katbergen ağayı. Hali mınav bizden jeğenimiz Muhammadov Adinay Nazarbayev'na dep koyup da. Bu mına 11. klasın okusu 3. orunda alıp Buldagı жаңы болгон министр, билим берүү министрлиги Иман Алиевдин колунан диплом алып отурат, 3. даражадагы. Республикадан мына 3. орунду алып отурат. Мына ушул ийгиликти биз азыр бир туугандары, жээндарыбыз менен, күйөө балдарыбыз менен, бала чакабыз, атабыз менен, жээндарыбыз менен майрамдап, белгилеп, сүйүнүш тең белешип отурган чагыбыз. Ошону жөнөтүп койсоңуздар, мына көрүңүздөр. Мына ушул Алай районунун Будалык айылынын Савайдын Атабак айылынын тургуну да бул өзү. Бирок молдо кылып аттын орто мектеп, Кыркол деген жерде, карындашым ошол жерде мугалим, баласы ошол жерде англис тил мугалим, жээнибиз Адинай ошол жерден бүтүп мына айылдын окуучусу республикада англис тилинен 3. орунду алып келет деген бул чоң ийгилик. Биз ушул ийгилиги менен чын жүрөктөн тилектешпиз, куттуктайбыз.